Түркістан облысы, Арыс қаласы, Садықбек Адамбеков атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Пердебекова Аякөз Балғынбайқызы. Қайырлы күн, оқушылар. 6 сыныптың қазақ тілі пәні бойынша бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы бүкіл әлемдік көрмелер тарихынан. Сабаққа беріліп отырған оқу мақсаты: ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану. Екінші мақсатымыз қазақ тіліндегі тыныс белгілерінің түрлері мен қызметін түсіну, дұрыс қолдану. Балалар, жаңа сабағымызды бастамас бұрын мына бейнебаянға назар аударайық. Бүкіл әлемдік көрме өткізу кең мүмкіндік. Ол тауар айналымы мен өндіріс көлемін ұлғайтып, өзге елдермен ынтымақтастықты арттыра түседі. Ал арнайы салынған сәулет нысандары көрме өткеннен кейін де қаланың тіпті бүкіл елдің туристік нышанына айналады. Оған мысал ретінде Париждегі атақты Эйфель мұнарасы немесе Брюссельдегі Атомиумды келтіруге болады. Бұл алып нысан 1958 жылы Экспо көрмесіне арнайы салынған еді. Брюссельдің мақтанышы саналатын Атомиум 1958 жылы бүкіл әлемдік экспо көрмесіне арнайы салынған. Бұл темір атомның 165 миллиард есе ұлғайтылған үлгісі. Атом энергетикасын бейбіт жағдайда пайдаланудың символына айналған. Қазір мұнда көрме, мейрамхана және балаларға арналған алаңдар жұмыс істеп тұр. Оны жылына 600 мың адам тамашалау үшін арнайы келеді. Монументтің басына лифтімен көтерілсеңіз, Брюссель ғана емес, қиыр шеттегі басқа шағын қалалар да мұнартып көрінеді. Бұл жер туристер үшін өте құнды. Бельгия мәдениетінің нағыз орталығы саналады. Мұнда сәулет жетістіктері мен заманауи өнер туындылары қойылған. Сәулетші Андре Ватеркеннің жобасы бойынша екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі алғашқы көрме құрылысына 5000 жұмысшы тартылған. Атомиумның биіктігі 102 метр, салмағы 2,5 мың тонна болады. Мен Германияда дүниеге келгенмін, қазір Дубайда жұмыс істеймін. 55 жыл өтсе де, бұл құрылыс нысаны күні бүгінге дейін саяхатшылар үшін қызығушылық тудыртып отыр. Ендігі көрме 2017 жылы Астана қаласында өтеді. Қазақстан нарығы қарқынды дамып келеді. Оны Біріккен Араб Әмірліктері арасындағы қарым-қатынастан ақ байқауға болады. Бүкіл әлемдік көрменің сіздердің елде өтуі ғылыми жетістіктерді көрсетіп қана қоймайды. Сонымен қатар, ол Қазақстан экономикасын дамытуға серпін береді. Мұндай деңгейдегі көрмеде дүние жүзі бір жерге жиналады. Салынған ғимараттар мен құрылыс нысандары елдің мақтанышына айналады. Мен Астанада болатын Экспо 2017 көрмесінің сәтті өтуіне тілектеспін. Экспо бұл жетістіктер мен болашақ технологиясының көрмесі ғана емес, сонымен қатар ауқымды мәдени бағдарлама. Бүкіл әлемдік көрме кезінде ұлттық құндылықтарымызды дәріптейтін 3000-ға жуық түрлі іс-шара ұйымдастыру жоспарланған. Елордада өтетін көрмеге әлемнің 100-ге тарта ел қатысады деп күтілуде. Гүлмайра Қуатбайқызы, Руслан Бақтыбекұлы, Бельгия. Балалар, бейне баянды көріп болсаңдар, мына оқылым мәтінін мұқият тыңдаңдар. Бүкіл әлемдік көрмелер тарихы 1851 жылы Лондонда өткізілген барлық халықтардың өндірістік жұмыстарының ұлы көрмесінен басталды. 1928 жылы 22 қарашада Парижде көрме қызметін реттеу мақсатында халықаралық көрме бюросы құрылды. 1855 жылдан бастап халықаралық көрме қалашықтары салына бастады. Бүкіл әлемдік көрмелерде ұсынылған өнерлер арасында маңызды орын сәулет өнеріне берілді. Көрмені қабылдаған қалалар бірегей ғимараттар салуға тырысты. Брюссельдегі Атомиум, Барселонадағы Монжуич ұлттық сарайы, Париждегі Эйфель мұнарасы. 1960 жылдан бастап жаңа технологиялар дәуірі басталды. 1962 жылғы Сиэтилдегі бүкіл әлемдік көрменің тақырыбы ғарыш тақырыбындағы адам. 1967 жылғы Канаданың Монреал қаласында павильонда көрермендерге ғарыш кемелері ұсынылды. 70 жылдары жаңа технологиялар қарыштап дамыды. Микропроцессорлар, компьютерлер, интернет байланысы, көлік түрлері түбегейлі өзгеріске ұшырады. Жаһандану үрдісі бүкіл адамзатты қамтыды. Экспо 1985
Бүкіл әлемдік көрмесі Жапондық Цукуба қаласында өтті. Көрменің тақырыбы адам тұрмысын жақсарту үшін ғылым мен технологияларды дамыту. Көрме техникалық және технологиялық жетістіктерді көрсетуге арналған ашық халықаралық алаңға айналды. Балалар, екінші мәтінді мұқият тыңдаймыз. Сәлем, қалай жағдайың? Қояр сұрағым бар еді саған. Я, айта бер. Экспо көрмесі дегеніміз не? Ол халықаралық көрме ғой. Ол қалай өтеді? Экспо көрмесіне бүкіл елдің жетістіктері қойылады. Оған кімдер қатысады? Жас қауымдар қатысады. Ол қай қалада болады? Көбінесе әр елдің астаналарында болады. Халықаралық көрме бюросына Қазақстан елі кіре ме? Я, кіреді. Көрменің елге тигізер пайдасы қандай? Елдің мәртебесін көтереді және елге туристерді тартады. Қазақстанда көрме өтті ме? Иә, 2017 жылы Экспо 2017 көрмесі өтті. Құрметті оқушылар, осы оқылған екі мәтінді мына екінші тапсырмаға сәйкес кестеге сүйене отырып мәтіндерді салыстырамыз. Стилін, тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшеліктерін анықтаймыз. Осы тапсырма бойынша мынадай дескриптор беріліп отыр. Мәтінді мұқият оқып, стилін анықтайды, дәлелдейді, мәтіндерге салыстырмалы талдау жасайды. Оқушылар, сабағымыздың екінші мақсаты бойынша сөйлем соңына қойылатын тыныс белгілер туралы қосымша ақпарат айтып өтейін. Адамдар арасындағы қарым-қатынас әртүрлі жағдайда сөйлеу тілінің мақсатына қарай хабарлау, баяндау, сұрақ білу, жауап алу, талап ету, екі-үшті күйде қалу сияқты болып келеді. Осыған орай сөйлем соңында түрлі тыныс белгілері қойылады. Нүкте, сұрақ белгісі, леп белгісі, көп нүкте. Жазба әдебиет стильдеріндегі тыныс белгілерінің өз орнында пайдалануы автордың ойын дәл, түсінікті, тиянақты етіп жеткізуде нақты рөл атқарады. Жазба тілдегі тыныс белгілері дұрыс қойылмаған болса, айтушының көңіл күйі мен айтылмақ ойын өз дәрежесінде қабылдай алмаймыз. Ол жазба тілдің барлық мән мағынасын ашып, түсінуге мүмкіндік береді. Осы ережелер бойынша сендерге мынадай тапсырма беріліп отыр. Бірінші тапсырма сөйлем соңына тиісті тыныс белгілерін қойып жазыңыздар. Бұған беріліп отырған дескрипторы тыныс белгілерін дұрыс қояды, сөйлеу тілінің мақсатына сай оқиды. Балалар, жарайсыңдар, тапсырманы орындап болсақ, оқулықтағы үшінші тапсырмаға назар аударамыз. Мектепте өнертапқыш 2019 байқау көрмесі өтетін туралы хабарландыру жазыңдар. Тыныс белгілерінің қойылу себептерін түсіндіріңдер. Дескриптор хабарландыру құрылымын сақтайды, тыныс белгілерін дұрыс қолданады. Балалар, олай болса, бүгінгі сабағымыздың соңында үй тапсырмасын алайық. Оқулықтағы 191-ші беттегі 5-ші тапсырма. Ғылым мен техника жетістіктерін тарату мен оларды ел игілігіне жұмсаудағы Экспо көрмесінің рөлі туралы дербес пікір жазу тәсілімен жазып шығыңдар. Оқулықтағы кестені толтырамыз. Бүгінгі сабағымызды қорытындылап, өздеріңнің тыныс белгілері не үшін керек екенін түсінгендіктерің туралы кері байланысты маған жіберулеріңе болады. Балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Қош сау болыңдар.